Ардақты пайғамбарымыз, кімде-кім Рамазанды иманмен және сауабын үміт етіп тұтатын болса, оның өткен күнәлары кешіріледі деген. Сондай-ақ Рамазан айында ауыз бекітіп, ораза тұтумен қатар ізгі амалдарды көптеп істеген абзал. Пайғамбарымыз және сахабалардың өмірінен үлгі алып, ерекше ден қойып жасаған құлшылық ғибадаттарын атқаруға ұмтылуымыз қажет. Ол амалдар мыналар: түнгі намаз. Құран кәрімде түндерін Раббыларына сәжде жасап және тік тұрып өткізетіндер деп әмір еткендей, пайғамбарымыз, кімде-кім Рамазанды иманмен және сауабын үміт етіп түнде намаз оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі деп өсиет еткен. Түнде құлшылық ету пайғамбарымыз және сахабалардың салт дәстүрі. Айша анамыз, түнгі құлшылықты тастама. Өйткені Алла елшісі еш уақытта оны тастамаған. Ол кісі ауырып немесе шаршап тұрса, отырып оқитын деген екен. Садақа беру. Алла елшісі адамдардың ең жомарт еді. Рамазанда ерекше жомарттық жасайтын. Ол ескен желден де жомарт болатын. Әнас риуаят еткендей, садақаның абзалы Рамазандағы садақа делінген. Рамазандағы садақаның жөні бөлек. Оған берілетін сауап та мол. Садақаның көптеген түрі бар, мәселен, тамақ беру. Пайғамбар заманының мұсылмандары дастархан жайып ас беруге ерекше мән беретін. Оны көптеген нәпіл құлшылықтардан жоғары қоятын. Бұл қайырлы амалда дастарханға шақырылатын адамдар кедей мұқтаж болуы шарт емес. Олар аш адамды тойдыру мен ізгі бауырын қонақ етуге бірдей көңіл бөлетін. Алла елшісі, қайсы бір мұсылман қарны аш мұсылманды тамақтандырса, Алла оған жәннат жемістерімен тамақтандырады. Ал кімде-кім шөлдегенге сусын берсе, Алла оған рахиқ мақтум сусынын береді. Аузашар беру. Пайғамбарымыз, кімде-кім ораза тұтушыға аузашар берсе, оныкіндей сауап алады. Бірақ ораза тұтушының сауабынан еш нәрсе азаймайды деген. Салман риуаят еткен хадисте, кімде-кім ораза тұтқанға ауыз аштырса, күнәларына кешірім, тозақ отынан құтылу болады. Оныкіндей сауап алады. Бірақ ораза тұтушының сауабынан еш нәрсе азаймайды делінеді. Адамдар, уа, Алла елшісі, біз барлығымыз ораза тұтушыға ауыз аштыратын нәрсе таба бермейміз дегенде, Алла елшісі, кімде-кім ораза тұтқанға су берсе, Алла оған жәннатқа кіргенше еш шөлдетпейтін менің хауызымнан су береді деген. Құран оқу. Рамазан айы, Құран айы. Жәбірейіл періште Рамазан айында пайғамбарымызға Құранды үйрететін. Мұсылманның бұл айда Құранды көп оқығаны абзал. Сахабалардан бастау алатын ізгі буын мұсылмандары да Құранға ерекше ден қоятын. Осман бин Аффан әр күні Құранды хатым ететін. Ифтикаф ету. Алла елшісі әр Рамазанда 10 күн ифтикафта отыратын. Дүние салған жылы 20 күн ифтикаф етті. Ифтикаф Рамазан айының соңғы 10 күнін мешіттен шықпай құлшылықпен өткізу. Сонымен бірге құлшылықтан басқа ешбір шаруамен айналыспау. Жүрегімен және тәнімен толығымен ғибадатқа ден қою. Рамазан умрасы. Хадисте, Рамазандағы умра үлкен қажылықпен тең деген риуаят бар. Тағы бір риуаятта менімен бірге қажылық еткенмен тең деп айтылған. Ойлаңызшы, пайғамбармен бірге қажылық ету неткен ғанибет. Қадір түні. Пайғамбарымыз, кімде-кім қадір түні иманмен және сауабын үміт етіп тұтатын болса, оның өткен күнәлары кешіріледі деген. Алла елшісі және сахабалар қадір түнін іздеп Рамазанның соңғы 10 түнін құлшылықпен өткізетін. Сахабалар мен табиғиндер ғұсыл алып, қош иіс соңғы 10 түнде қадір кешім күтетін. Бұл түн зая кеткен уақыттың орнын толтыруға бір мүмкіндік. Қасиетті түннің қадірін сезініп құлшылықпен дұға тілек ететін уақыт. Қадір түннің жақсылығынан мақрұм қалған адам жақсылық атауынан құралған қылмақ. Айша анамыз, уа, Алла елшісі, егер сол түні құлшылық етсем не деп дұға етейін дедім. Ол, уа, Алла, сен кешірушісің, кешіргенді жақсы көресің. Менің күнәмді кеш деп айт дегенін риуаят етеді. Дұға мен истиғфарды көбейту. Рамазан айының күні мен түні ең қасиетті уақыттардың бірі. Дұға тілек етуге ең абзал уақыттар аузашар сәті. Ораза тұтушының аузашар кезіндегі дұға кері қайтарылмайды. Түннің соңғы 1/3 бөлігі. Сәлесі уақытындағы истиғфар. Осы уақыттар дұға тілек етуге ең абзал уақыттар. Туыстық қарым-қатынасты күшейту.
Әбу Хурайра, мен Алла елшісінің, кімде-кім ризық несібесі кең және өмірі ұзақ болуын қаласа, туыстық қарым-қатынасын жасасын деген сөзін естідім дейді. Ағайынмен тату болу көркем мінездің қатарына жатады. Ал туысқанмен ара-қатынасты үзу күнә. Құранның 19-шы аяты туыстық қарым-қатынас жасауға шақырады. Ал 3-ші аяты туыстық байланысты үзгенге лағнет пен азап болатындығы жайлы. Туыстық қарым-қатынас кем дегенде уақыт-уақытымен сәлем беріп аман саулығын сұрап тұрумен болады. Пайғамбарымыздың бір хадисінде қасиетті Рамазан айында ауыз бекіткендерді былайша сүйіншілейді. Адам баласының әрбір амалына 10-700 есеге дейін сауап беріледі. Алла тағала тек ораза олай емес, оның қарымын мен беремін. Пенде рахатын, тамағы мен сусынын мен үшін тәрк етті. Ораза тұтушыға екі қуаныш бар. Ауыз ашқандағы қуаныш және Раббысымен кездескендегі қуаныш. Ораза тұтқанның аузынан шыққан иіс Алла құзырында миск хош иісінен де жақсырақ.